Ассалаумағалейкум. Бүгін біз просто программасын үйренуді жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта элементті пайдалана отырып әртүрлі фигурадағы элементтерді қалай жасаймыз сол туралы айтамыз. Помещение маңызды емес бізге қазір. Мына жерден бір элемент аламыз. Размерін 200 деп өзгертіп алайық. Ыңғайлы болу үшін түсіндіруге. Ары қарай редактор формы деген функцияға кіреміз. Бұнда бізге осындай сызық, элементіміз осындай сызық түрінде беріледі. Бұндағы негізгі функциялар мынау барлығын белгілеп алу. Барлығы бірден белгіленеді. Көк түс. Екінші размері көрсету және алып тастау. Бұлда радиустың размері және бұрыштың размері солай болып бөлінеді. Мынаны басатын болсақ, бізге сетка пайда болады. Бір бассақ алып тастауға болады. Барлығын белгілеп алайық. Мұнда добавить деген плюс белгісі бар функция бар. Бұны бір басатын болсақ, осылайынан бірдей нүктелерге бөлінеді. Бізде нүктені басатын болсақ, сызық сол жаққа қарай сызықтарға ауысуға болады. Өздеріңіз қарап отқандай, сағат тіліне қарама-қарсы уақытта. Ал егер сызықтың үстін басатын болсақ, тоже сол жаққа қарай ауысады. Бұл не үшін керек? Бұл не үшін керек дегенде, біз мысалға барлығын белгілеп алайық. Контроль аны басып барлығын белгілеп алсақ та болады. Плюс белгісін басамыз. Мына жерде де 200 деп алайық. Ол үшін мына жерде мына функция бар. Осыған өтеміз және мына жерде 200 деп алсақ. Және де мынау бұлай қарау керек. Стрелканы оң жағына әкеліп, Enter'ді бассақ, 200 болады автоматически. Болмаса, қолменен нүктені ұстап, ары бері қозғап, ауыстырсақ та болады. Бірақ ол бізге ыңғайсыз болады. Ровно размерін, нақты размерін алу қиындау болады. Мына жерді біз 150 деп алайық. Ол үшін мына сызықты, мына стрелканы сол жағына ауыстырамыз және мына жерге 150 деп жазамыз. Сол жағына кетті. Және де ортаңғы екі жағынан да алып, мына жерде 100 жасайық. Ол үшін мына батырманы осылай келтіріп аламыз. Және де керекті қанша 300 Enter батырмасын басамыз. Екі жағынан алынды және ортасы бізге 300 болып берілді. Ары қарай бізде мына функцияны айтып өтсек. Бұл функцияны бассақ бізде нүктелерге бөлінеді. Және сол нүктені мишканың сол жағын басып тұрып тартатын болсақ, әртүрлі фигурада келтіруге болады. Артқа қайтайық. Ctrl Z. Соның қатарында оң жағында екінші функцияға кіреміз. Бұл функцияның қызметі радиустар жасайды. Размерін осылай қолмен өзгертсек болады.
Болмаса мына жерде жазып өзгертсек болады. 45. Enter'ді басамыз. Қанша градус керек осында жазамыз. Одан кейін Enter'ді басамыз. Келесі ары қарай маңызды бізде бұрыштардың градусын өзгерту. Бұл жерде бізде мына стрелка маңызды. Bir бассақ стрелка өзгереді үстіне. Жоғары қарай, астына, екі жағына. Жоғары қарай деп алып, Enter'ді басатын болсақ, қанша градусқа? 45 градусқа жоғары қарай. Бізде астыңғы сызығымыз жоғары қарай көтеріледі, 45 градус жасалады мына жерде. Енді астына қарай істейіп көрейік. Астына қарай. Жоғары жақтағы сызығымыз астына қарай түседі. Стрелкада берілгендей. 45 градус болады арасы ровно. Артқа қайтайық. Артқа қайту үшін мына жер жасыл жанып тұрса, бұл Ctrl-Z басқанда артқа қайтпайды. Ол үшін бір ақ жерде бір әкелемізді мишканың сол жағын басамыз. Сосын барып Ctrl-Z бассақ артқа қайтады. Белгілеп аламыз дағы жаңағы точкамызды. Енді мына жерге 45. Мына стрелканы екі жағына да өзгертеміз. Енді бізде екі жақтағы бұрышта ортасына 45 градус жасалады. Enter. Міне көргеніңіздей, екі жақтағы сызықта бірден қозғалды және ортасы 45 болды. Бұл жерде 45 әртүрлі қалаған градусыңызда өзгерте беруге болады. Сондай-ақ бізде мына сызықтарды қолмен нүктен нүктеге апарып осылайынан кесіп алсақ болады. Болмаса мына минус белгісін басып бірден кесіп алсақ болады. Және де мына жерде бірден қоссақ 600 қылып белгілейміз және минусты басамыз. Осылай белгіленеді. Артқа қайту үшін Ctrl-Z. Бізде мынадай бір фигура жасап көрейік. Бұл жерді доға қыламыз. Бұны бұлай қарай ауыстыру үшін мына жерде мына функция бар. Bir бассақ кері қарай ауысады. %80 градуста шеңбер пайда болды. Бізде қазір қандай фигура шығатынын қараңыздар. Осы сияқты әртүрлі фигураны жасап шығара беруге болады. Элемент алдық. Мына жерде редактор формы. Мысалға барлығын белгілеп алдық. Мына функцияны бастық. Дөңгелек қылып алсақ болады мысалға. Міне бізде мынадай дөңгелек пайда болды. Осы сияқты
кез келген элементті өзіміздің фантазиямызға байланысты істей беруге мүмкіндігіміз бар. Мысалға барлығын белгілеп алдық. Мындай фигура шықты бізде. Ары қарай екі жағын бірдей сызық нүктелерге бөлейік. Радиусты екі жаққа болса, мына функциямен ауыстыруға болады. Ішіне сыртына. Бізде екі нүкте берілетін болса, бірден осылай қозғалып кетеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.